Bismillahirrahmanirrahim. Баяғы өткен заманда Осман империясында, Осман халифатында, білесіздер Осман империясыны? Осман империясы, Осман халифаты 600 жыл салтанат құрған. Көп жерде ислам дініне кіріне себепші болған, ислам дінінің дамуына себепші болған өте керемет патшалық болған Осман халифаты. Осман халифатында бір кісі болған екен. Базарда май сатады екен. Базар болған, базар кәдімгі. Базарда май сатады екен. Пісте май маусында май сатады екен да. Сол өзінің кәсібіне, өзінің ісіне өте шебер болған екен. Өзінің ісін, өзінің кәсібін өте әдемі істейді екен. Жаңағы ойдауда қандай не айтса, айтқанның бәрі сол несінде, сол кісінің айтқаны тура шығады екен да. Бір күні сол Осман халифатының патшасы базарды аралап жүреді да, Осман халифатының патшасы. Сол кісіге торы келіп қалады, жаңағы май сататын кісіге. Торы келіп қалады да, жаңағы кісіге сұрайды. Мына ыдысқа қанша май кетеді дейді жаңағы. Осман халифаты базарда май сататын кісі сұрайды. 10 литр май кетеді дейді. Құйып қалса 10 литр май кетеді. Тура айтқандай шығады да. Өте кәсібінде шебер болады да. Мына ыдысқа қанша май кетеді? 100 литр май кетеді дейді. Құйып қалса, құйып көрсе 100 литр май кетеді. Мына ыдысқа қанша май кетеді десе, мына құмыраға қанша май кетеді десе, 5 литр май кетеді десе, құйып қалса тура айтқандай 5 литр май кетеді. Яғни әбден кәсібіне өзінің шебер болғанда, кәсібіне өте жақсы меңгерген екен да. Сөйтіп жаңағы кісі патша бір кезде бопты жақсы, енді сен өзің кәсібіңді жақсы меңгерген екенсің, жұмысын жақсы істейді екенсің. Енді мен саған дін жөнінен сұрақ қояйын деген екен. Сен діни білімін тексеріп көрейін деген екен. Сөйтіп жаңағы патша жаңағы май сататын кісіге сұрақ қойыпты. Құранда қанша сүре бар депті. Ана кісі білмеймін деп айтыпты. Қанша аят бар депті. Білмеймін деп айтыпты. Құрандағы ең ұзын сүре қайсы десе, білмеймін деп айтты дейді. Ең қысқа сүре қайсы десе, білмеймін деп айтты дейді. Ай, сен мұна дым білмейді екенсің ғой депті. Дым білмейді екенсің, сен мұнан болмайды деп, ұстаңдар мұнан депті. Қасындағы нөкерлерін ұстатып апарып, қамаңдар деп апарып қаматып қойды жаңағы май сататын кісіні. Сөйтіп жаңағы май сататын кісінің бір баласы бар екен, медресе оқиды екен. Медресе оқиды екен, бір күні медреседен үйіне демалысқа келсе, үйіндегілер бәрі жылап жатыр екен. Келгесі сұрайды, неге жылап жатсыздар десе, осыны әкеңді патша апарып қамап қойды деген екен. Зынданға тастап қамап қойды деген екен. Неге деп сұраған екен? Осындай базарда май сатып отқан кезде келген екен, сөйтіп май сұраған екен. Мына ыдысқа қанша май құйса кетеді десе, 10 литр десе құйып көреді, тура шығады, бәрі тура шығады. Одан кейін діни сұрақ қойған екен, дін жөнінде сен діни білім тексеріп көрейік деп дін жөнінде сұрақ қойған екен. Құранда қанша сүре бар десе білмеймін деп айтты. Қанша аят бар десе білмеймін деп айтты дейді. Сен ішінсіз білмейді екенсің деп дін жөнінде. Қамаңдар деп қаматып қойыпты деп айтқан екен жаңағы. Сөйтіп қамат қойып деген екен да. Онда жаңағы жас бала айтыпты, медресе оқитын баласы айтыпты. Мен әкемді құтқарып боламын депті. Әкемді құтқарып боламын деп жаңағы патшаға барыпты жаңағы жас бала, медресе оқитын бала. Патшаға барыпты, сөйтіп сұрапты, тақсыр депті. Менің әкемді не үшін қамадыңыз деген екен. Сонда айтты, патша айтыпты, сенің әкең өзінің кәсібін, өзінің жұмысын өте жақсы меңгерген. Өзінің кәсібін жақсы меңгерген депті. Бірақ ешқандай діни білім жоқ деген екен. Ешқандай Құраннан, дін жөнінде ешқандай білмейді деген екен. Мен сол үшін соған ашудан оны қаматып қойдым деген екен. Сонда жаңағы жас бала, медресе оқитын жас бала айтыпты. Тақсыр, сол сұрағыңызды маған қойыңызшы депті. Сөйтіп жаңағы сұрақтың бәрін баласы қойған екен. Құранда қанша сүре бар десе, 114 сүре бар деп айтты дейді. Қанша аят бар десе, 6236 аят бар депті. Қанша пара бар десе, 30 пара бар депті. Ең ұзын сүре қай сүре десе, Бақара сүресі деп айтты. Ең қысқа сүре қай сүре десе, Кәусар сүресі депті. Сөйтіп барлық сұрағына жауап берген екен жаңағы жас медресе оқитын баласы, жаңағы май сататын кісінің баласы. Сөйтіп патша қуанып кетті. Ой, молодец, жақсы, өте жақсы жауап біледі екенсің деп айтыпты жаңағы жас балаға. Сосын жаңағы жас бала айтыпты. Тақсыр депті. Менің әкемнің дін жөнінен, Құран жөнінен ешнәрсе білмегеніне менің әкем кінәлі емес депті. Менің әкем кінәлі емес. Менің әкемнің әкесі, яғни атам кінәлі. Менің әкемді медресеге бір оқып болған үшін, менің әкем емес, менің әкемнің әкесі, яғни атам кінәлі деп айтқан екен. Сіз қамайды болсаңыз, менің әкемнің әкесін, яғни атамды қамаңыз деген екен. Бірақ атасы қайтып кеткен да, бірақ оның атасы жоқ. Сөйтіп жаңа патша баланың сөзіне тұрып, әкесін босатқан екен дейді. Көрдің бе қандай? Медресе оқыған баланың пайдасы әкесін тиген екен. Көрдің бе? Әкесі құтқарып алған екен жаңағы патшаның несі қамауынан. Онда бір әулие кісі болған екен. Абу Язид әл-Бастами деген кісі болған екен.
Şu әулие кісі күніге мешітке намазға барады екен. Мешітке намазға барады екен. Bir күні мешітке намазға кетіп баратса, күн бұлттанып, жаңбыр жауып кеткен екен. Жаңбыр қатты жауып, сөйтіп жаңбырдан қорғанайын деп бір дуал бар екен, үлкен бір дуал бар екен. Сол дуалның жанында ықтасында тұрған екен. Сөйтіп жаңбыр тоқтағаннан кейін аяғы қарасы, аяқ киім бар, лай-лай болып қалады. Сосын жаңа аяғындағы аяқ киімін сол дуалға сүртіп тазаланады аяғында аяқ киімі. Сөйтіп ойланып қалды, мына мен біреудің дуалын бүлдірдім ғой, мынадан кешірім сұрайын егесінен, осы үйдің егесінен деп жаңағы сол үйдің жаңағы дарбазасын есігін қағады. Есігін қақса бір кісі шығады. Бір кісі шығады, сөйтіп сіз осы үйдің егесісіз ба дейді. Иә дейді. Иә осы үйдің егесімін дейді. Сіз мені кешіріңіз, разы болыңыз мен дейді ғой. Не істеп қойын дейді ғой. Сөйтіп айтады, мен аяғым осындай лай болып еді, жаңбыр жауып көше лай болып, сосын аяғым лай болып еді. Аяғым аяқ киімді сіздің дуалыңызға сүртіп аяғымды тазалап, сіздің дуалыңызды бүлдірдім деген екен. Сонда жаңағы сөйтсе, жаңағы үйдің егесі отқа табынады екен. Білесіздер ме, отқа табынатындарды? От парасы екен, от парасы екен. Отқа табынады, бұтқа табынады, сиырға табынады, неше түрлі жаңағы діндер бар ғой негізі. Соның ішінде отқа табынады, от парасы екен. Отқа табынады адам екен да. Сонда жаңағына от парасы адам жаңағы әулие кісі сұраған екен. Саған бұндай жаңағы адалдықты, біреудің ақысына кірмеуді, біреудің нәрсесін бүлдірмеуді кім үйретті деген екен ғой. Сонда айтты, ислам діні үйретті деген екен. Мен мұсылманмын, ислам дініндемін. Ислам діні осындай ешкімге зиян келтірмеуді үйретті деген екен. Сонда жаңағы кісі, онда мен де мұсылман болайыншы депті жаңағы отқа табынатын адам. Иә, болады мұсылман болсын депті. Қалай мұсылман болдым деген екен. Сонда айтты, кәлима айтты, ла илаха иллаллах Мұхаммад расулуллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммадан абдуху ва расулух деп, сол жерде жаңа отқа табынатын адам ислам дінін қабылдап, кәлима шахада айтып, ислам дінін қабылдаған екен дейді. Көрдіңдер ме осындай? Сондай өте көрген мінезді сондай жақсы болсаңдар, сендердің себептерінен басқа адамдар дінге келеді екен. Амин Аллаху акбар.